Атырау қаласындағы негізгі елді мекендердің, яғни 95% деп айтуға болады, жолдар салынды. Қазіргі таңда біздер әрбір жерде, әрбір елді мекенде, қалада, кейбір көшелерде қалып қойған 60-қа шақырым жуық жол бар. Қазір жобасын жасақтап отырмыз біздер. Соны түгелдей жасап бітіру жоспарымыз бар. Енді өздеріңіз білесіздер, қала жылдан жылға бізде өсіп келе жатыр. Соны мынау көлік кептелісін болдырмау мақсатында біздер қазір мынау Жастар көшесінен Әбілқайыр көшесіне шығатын жолды жасап жатырмыз. Биыл оның да жұмыстарын жалғастырамыз. Негізі Ақтөбе Атырау Астархан жолының 5 километрін бер жағында қазір халықтың кішкене көкейтесінде болып жүрген, оны біз өзімізге баланс қалдық қой. Соны біз бірінші жолақпен саламыз деген жоспарымыз бар. Оның бер жағындағы Кольцевойға дейінгі аралықты да бірінші санатқа ауыстырамыз деген жоспарымыз бар. Бұл Астархан трассынан келе жатқан автокөліктерді Нұрсаяға тіке шығару мақсатында сол жерге біз қосымша жол салу биыл жоспарлап отырмыз. Білесіздер, Әбілқайыр көшесі бар, Абай көшесі бар, Азаттығымыз бар, басқа негізгі көшелеріміз кезінде жасақталған. Қазір жөндеу уақыты келуіне байланысты біз бұл жерлерге де орташа жөндеу жасайтын боламыз. Осы жұмыстардың негізінде біз облыстық аудандық маңызы бар жолдардың жақсы қанағаттанарлық жағдайын биыл 82%-ға жеткіземіз деген жоспарымыз бар.